Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен банофи пай деп аталатын өте керемет, өте дәмді пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ешқандай да қиындығы жоқ, өте оңай жасалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен ұнға қопсытқыш қант қосып алып араластырып аламыз. Одан соң бөлме температурасында тұрған сары майды қосып, қолмен мучная крошка жасаймыз. Міне мучная крошка дайын. Енді осыған бір жұмыртқаны қосып, араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Бізде осындай жүп-жұмсақ қамыр пайда болады. Енді осы қамырды жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Одан соң жайып біздің формамызға салатын боламыз. Оқтаумен жұқа етіп жайып алып, сосын бар формаға салсаңыздар болады, немесе форманың ішінде де қолмен жайсаңыздар болады. Өздеріңізге қайсы ыңғайлы, солай жасай беріңіздер. Жайып болған соң вилканың көмегімен осылай қамырды тесіп шығамыз. Одан соң 180 градусқа 25-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің пирогымыздың негізі дайын болды. Енді осыны суытуға қоямыз. Ол уақытта біз кремін дайындаймыз. Креміне салқын сливкиді өлшеп алып, осылай миксердің көмегімен жай жылдамдықтан бастап взбивать етеміз. Жылдамдықты жайлап көбейтіп отырамыз. Осылай қоюлануға шақ қалғанда үстінен қант ұнтағын сеуіп, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Осылай өзінің формасын ұстап тұруы қажет. Енді осы кремді кондитерский мешокқа салып, пирогымыздың үстін әсемдеуге дайындап қоямыз. Біздің пирогымыздың негізі суып үлгерді. Енді осыған вареный сгущенканы алып, жақсылап жағып шығамыз. Үстінен осылай банандарды қойып шығамыз. Және де жаңағы кремімізді жағып шығамыз. Менде арнайы насадка. Егер сіздерде насадка болмаса, қасықтың көмегімен жағып шықсаңыздар да болады. Және де бетін өздеріңіздің қалауларыңызша какаомен немесе басқа да нәрселермен әсемдеуге болады. Біздің пирогымыз дайын. Кремі сіңгенше 1-2 сағатқа холодильникке салып қойсаңыздар болады. Шын мәнінде дәмі өте керемет болып шықты. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Рецепт ұнаса, лайк басып, астына коммент қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде менің каналыма жазылыңыздар. Алда әлде де көптеген қызықты рецепттер болады. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Барлығыңызға рахмет. Ас болсын.